жойылып кеткен, бірақ әлі де тірі бола алатын жануарлар. Мегалодон жер бетіндегі өмір сүрген ең ірі акула. Әртүрлі реконструкцияға сәйкес оның ұзындығы 15-тен 18 метрге дейін жеткен, ал салмағы 50 тоннадан асуы мүмкін. Мегалодонның жақтары үшбұрыш пішінді үлкен тістермен жабдықталған, олардың ұзындығы 18 сантиметрге дейін жеткен. Оның тістеу күші ондаған тоннаны құрайды деп бағаланады. Бұл оны тарихтағы ең қуатты жыртқыштардың бірі еткен. Мегалодон жылы теңіздерде, мұхиттарда, бүкіл әлемде дерлік мекендеген. Қазба тістерін Антарктидадан басқа барлық континенттерден тапты. Ол үлкен теңіз жануарлары киттермен, дельфиндермен, теңіз тасбақаларымен қоректенген. Оның тістеу іздері ежелгі киттердің сүйектерінен анықталған. Мегалодон шамамен 23 миллион жыл бұрын неоген дәуірінің басында пайда болған және ұзақ уақыт бойы теңіз экожүйелерінің төбесінде тұрған. Алайда шамамен 3 миллион жыл бұрын бұл түр жойылып кеткен. Негізгі себептерге климаттың өзгеруі мен мұхиттардың су температурасы төмендеуі жатқызылады. Яғни жылы теңіздер аймағы қысқарды. Қосымша факторлар ретінде қазіргі ақ акулалар мен дельфиндердің аталарының бәсекелестік, сондай-ақ мегалодонның негізгі жемтігі киттердің популяциясының азаюы аталады. Бұл акула адамның пайда болуына дейін ақ жойылып кеткен. Дегенмен оның үлкен көлемі мен ерекше тістері оны әлі күнге дейін ең танымал жыртқыштардың бірі етеді. Додо. Үнді мұхитындағы Маврикий аралында тіршілік еткен ұшпайтын құс. Оның бойы шамамен 1 метрге жеткен, салмағы 15-20 килограмм болған. Додоның денесі ірі, қанаттары қысқа әрі ұшуға қабілетсіз. Тұмсығы үлкен әрі иілген болған. Қауырсындардың түсі сұр қоңыр, аяқтары сарғыш және мықты саусақтары бар еді. Аралдың оқшаулануы Додоны осал етті. Оның табиғи жаулар болмағандықтан ұшу қабілетін жоғалтқан, әрі адамдардан қорықпаған. Негізгі азығы жемістер, тұқымдар мен сүйектер, сондай-ақ ұсақ омыртқасыздар болған. Додоны европалықтар алғаш рет 1598 жылы байқаған. Ол кезде голландиялық теңізшілер Маврикийге аялдаған. Құсты тез арада нысанаға алып аулай бастаған. Оның етін тағамдарға пайдаланған, бірақ көптеген замандастары оның қаттылығын атап өткен. Алайда одан да үлкен қауіп адамдар әкелген жануарлардан төнді. Егеуқұйрықтар, шошқалар мен маймылдар ұяларды талқандап, жұмыртқаларды жойған. Осы себептерге байланысты додолардың популяциясы 10 жылдық ішінде күрт азайды. 17 ғасырдың ортасына қарай додо өте сирек кездесетін болды. Ал соңғы сенімді дерек 1662 жылға жатады. Адамдармен кездескеннен кейін додо 100 жыл өтпей-ақ жойылып кетті. Бүгінде додо адамның әрекеттері түрді қаншалықты тез жойып жібере алуына мысал ретінде ұсынылады. Сондай-ақ ол додо пицца желісінің маскоты ретінде де танымал. Мамонттар піл тұқымдастарына жататын ірі сүтқоректілер. Олар қазіргі пілдердің жақын туыстары болып саналады. Ең белгілісі мұз дәуірінің жағдайына бейімделген жүнді мамонт. Ересек аталықтардың бойы 3,5 метрге дейін жеткен, салмағы 6 тоннаға дейін болған. Денесі қалың әрі ұзын жүнмен қапталған, оның астында қалың май қабаты орналасқан. Ерекше белгісі ұзындығы 45 метрге дейін жететін алып иілген азу тістері. Мамонттардың таралу аймағы батыс Еуропадан солтүстік Америкаға дейін созылып жатыр. Олар Евразия мен солтүстік Американың кең дала аймақтарын мекендеген. Негізгі қорегі шөптер, мүктер және боталар болған. Мамонттар мұз дәуірінің экожүйелерінде маңызды рөл атқарып, негізгі популяциялары шамамен 10 жыл бұрын плейстоценнің соңында жойылып кеткен. Бұл құбылыстың себептері климаттың өзгеруімен, мұздықтардың шегінуімен және азық қорегінің азаюымен байланыстырылады. Сонымен қатар, адамның да ықпалы зор болған. Археологиялық деректерге қарағанда, адамдар мамонттардың азық-түлікке баспана тұрғызуға және еңбек құралдарын жасауға кеңінен пайдаланған. Алайда кейбір оқшауланған топтар әлдеқайда ұзақ сақталған. Солтүстік мұзды мұхиттағы Ларгер аралында мамонттар біздің заманымызға дейін шамамен 2000 жылға дейін, яғни бар болғаны 4000 жыл бұрын өмір сүрген. Ал Беринг теңізіндегі Әулие Павел аралында соңғы популяциялар шамамен 6000 жыл бұрын жойылған. Осылайша мамонттар тарихи кезеңдерге дейін жетіп, алғашқы адамзат өркениеттерімен қатар өмір сүрген. Мегатерий. Плейстоцен дәуіріндегі ең ірі құрлық сүтқоректілерінің бірі. Бұл шоқпөрікті жануар қазіргі жауқалар мен құмырсқа жегіштердің туыстары саналатын тақтасыздар отрядына жатады. Оның ұзындығы 6 метрге дейін жеткен, салмағы 4 тоннадан асқан. Мегатерийдің денесі ірі, алдыңғы аяқтары ұзын, әрі алып иілген тырнақтары бар, тұмсығы салыстырмалы түрде қысқа болған. Әдетте ол 4 аяқпен жүрген, бірақ қажет болған жағдайда артқы аяқтарында тік тұрып, қуатты құйрығын тірек ретінде пайдаланған. Осындай қалыпта ол биік ағаштардың бұтақтары мен жапырақтарына жете алатын. Мегатерийдің таралу аймағы оңтүстік Американың басым бөлігін қамтыған. Ол ашық жерлер мен ормандар далаларын мекендеп, жапырақтармен, өркендермен және шөптермен қоректенген. Қазіргі жауқалар сияқты мегатерийдің зат алмасуы баяу болып, өмір салты да тыныш өткен. Қазба деректері мегатерийдің плейстоценнің соңына қарай тіршілік еткенін дәлелдейді. Соңғы популяциялар шамамен 10 000 жыл бұрын жойылып кеткен. Жойылу себептері ретінде климаттың өзгеруі, плейстоцендік далалардың жоғалуы және адамдардың аң аулауы аталады. Археологиялық олжалар ежелгі адамдардың алып жалқаулардың етін тағам ретінде пайдаланғанын көрсетеді. Тилоцен.
Тилатсинді европалықтар Тасмания жолбарысы деп атаған. Соңғы ғасырларда өмір сүрген ең ірі қалталы жыртқыш болды. Оның денесі итке ұқсайтын, бірақ бүкіл арқасына дейін созылған қара жорықтары болғандықтан бұл атауға ие болған. Ересек дарақтарының ұзындығы 1,5-1 метрге дейін жеткен, салмағы 30 кг болған. Бұрын тилатсиндер бүкіл Австралия аумағында және Жаңа Гвинеяда мекендеген, бірақ бірнеше мың жыл бұрын материктен жоғалып, тек Тасмания аралында ғана сақталған. Мұнда олар қоректік тізбектің жоғарғы сатысында болып, кенгуру, валаби және басқа да ұсақ жануарларға аңшылық жасаған. Еуропалық қоныстанушылар келгеннен кейін жүйелі қырып жою басталды. Қоныстанушылар тилатсинді қойларға шабуыл жасады деп айыптағандықтан, Тасмания билігі әрбір өлтірілген жыртқыш үшін сыйақы тағайындады. Жаппай аң аулау, тіршілік ортасының жойылуы және иттер алып келген аурулар бұл түрдің санын тез арада азайтып жіберді. 20 ғасырдың басына қарай тилатсин өте сирек кездесетін болды. 1933 жылы соңғы жабайы дара ұсталып, яғни соңғы тилатсин, Хаббард қаласының зообағына жеткізілді. Сол жерде 1936 жылдың 7 қыркүйегінде бұл түрдің ең соңғы дарағы өмірден озды. Бірнеше онжылдықтан кейін бұл түр ресми түрде жойылып кеткен деп танылды. Стенлердің теңіз сиыры. Стенлердің теңіз сиыры ламандиндер тұқымдасына жататын алып теңіз сүтқоректісі болған. Жануардың ұзындығы 8-9 метрге дейін жеткен, ал салмағы 3 тоннадан асқан. Денесінде қалың, әжімді қоңыр түсті тері болған. Ол құрылымы жағынан ағаш қабығына ұқсайтын. Алдыңғы аяқтары қысқа, жүнбе қанатқа айналған, құйрығы киттікі сияқты көлденең, қалақшалардан тұрады. Стенлер сиыры тек теңіз балдырларымен ғана қоректенген. Оның баяулығы мен үнемі су бетінде жүзуі тереңге сүңгуге мүмкіндік бермеді. Бұл жануарларды өте әлсіз етті. Олар жағалауға жақын үйір-үйір болып жүрген және адамнан қорықпаған. Бұл түр 1745 жылы Витус Беринг экспедициясы кезінде ашылды. Неміс натуралисті Георг Стенлер Командор аралдарының жағалауында осы жануарды алғаш рет сипаттап жазған. Оның бақылауы бойынша сиырлар ондаған дарақтан құралған үйлерде өмір сүрген, таяз суда мекендеген және бейбіт өмір сүрген. Олар ашылғаннан кейін бірнеше онжылдықтар ішінде оларды жаппай қырып жою басталды. Теңізшілер мен кәсіпкерлер Стенлер сиырларын ет үшін, сондай-ақ тұрмыста қолданылатын май үшін өлтірді. Жануарлар іс жүзінде қарсылық көрсетпегендіктен оларды аулау өте жеңіл болды. 16 ғасырдың ортасына қарай олардың саны күрт азайып, жойылу шегіне жетті. 1768 жылға қарай, яғни ашылғаннан кейін небәрі 27 жыл өткен соң, Стенлердің теңіз сиыры толық жойылып кеткен. Моа, Жаңа Зеландияда тіршілік еткен алып ұшпайтын құстардың бірнеше түріне ортақ атау. Ғылымға олардың 9 түрі белгілі. Олардың көлемі әртүрлі болған, биіктігі шамамен 1 метрден бастап 3,5 метрден асатын, және салмағы 200 кг-нан асатын алып динорсис тұқымдасына дейін. Моадада қанаттар мүлдем болмаған, тіпті рудимент түрінде де кездеспеген. Бұл оларды басқа ұшпайтын құстарға қарағанда ерекше етіп көрсететін. Олардың мойны ұзын әрі икемді, аяқтары ірі танақтары бар мықты болған. Моана өсімдіктермен, жапырақтармен, жас өркендермен және ағаш бұтақтарымен қоректенген. Олардың басты табиғи жыртқышы тарихи кезеңде өмір сүрген ең ірі жыртқыш құс хааст бүркіті болған. Адам үшін моа ет, сүйек және қауырсын көзіне айналды. 11 ғасырдың шамасында маори халқы аралдарға қоныстанғаннан кейін Моаның құрып біту кезеңі басталды. Жаңа қоныстанушылар құстарды қарқынды түрде аулай бастады. Сонымен қатар егіншілік үшін ормандарды өртеп, олардың тіршілік ортасын жойды. 15 ғасырда түрлердің көбі толықтай жойылып кеткен. Соңғы шағын популяциялар шамамен 1440 жылға дейін жоғалған. Археологиялық табыстар, сүйектер, жұмыртқа қаңқалары, аңшылық құралдары қырып жоюдың ауқымын дәлелдейді. Моа Жаңа Зеландияға адам келуінен кейін небәрі 200 жыл ішінде жойылып кеткен. Квагга оңтүстік Африкада тіршілік еткен жазық зебрасын жойылып кеткен бір тармағы. Бұл жануар ерекше түсімен көзге түскен. Денесінің алдыңғы бөлігі кәдімгі зебра сияқты жолақ болса, артқы жағы бір текті қоңырлау түске айналып отырған. Сол себепті квагга жартылай зебраға ұқсап көрінген. Оның дене ұзындығы 2,5 метрге дейін, иығының биіктігі шамамен 1,3 метрге жеткен. Кваггалар үйір болып далаларда жайылып, шөптер мен бұталармен қоректенген. Басқа зебралардан айырмашылығы олар Кап колониясының Қуаңдау аймақтарында мекендеген. 15-19 ғасырларда европалық қоныстанушылар кваггалардың жаппай қырып жоюға кірісті. Негізгі себептері олардың еті мен терісін пайдалану, сондай-ақ үй жануарларымен жайылымға таласады деген көзқарас болған. Саны күрт азайып, 19 ғасырдың ортасына қарай кваггалар табиғатта сиреп кетті. Соңғы жабайы квагга 1878 жылы өлтірілген. 1883 жылы Амстердамдағы Атрис хайуанаттар бағында соңғы тұтқындағы дараға өлгеннен кейін түр ресми түрде жойылып кетті деп танылды. 20 ғасырда кваггаларды қалпына келтіру мақсатында оған жақын зебраларды қолдан селекциялау басталды. Бұл бастама квагга жобасы деп аталды.
Қазіргі кезде алынған жануарлардың сыртқы бейнесімен кваггаға ұқсайды, бірақ олар жойылып кеткен түрдің дәлме-дәл генетикалық көшірмесі болып табылмайды. Қанатсыз гагарка. Қанатсыз гагарка солтүстік Атлантикада тіршілік еткен ірі теңіз құсы. Чистяковтар тұқымдасына жатады. Оның таралу аймағы Канада мен Гренландия жағалаулары, Исландия, Британия аралы, солтүстік Еуропа, тіпті Антарктидаға да кірген. Ересек құстың бойы 70-80 сантиметрге дейін жетіп, салмағы 5 килограммға жуық болған. Қауырсыны үстінен қара, астыңғы жағынан ақ түсті еді. Басында көз бен тұмсық аралығында ақ дақ ерекшеленіп тұрды. Қанаттарының ұзындығы 20 см шамасында болып, ұшуға тым кішкентай еді. Бірақ гагарка өте жақсы жүзіп сүңги алған. Осылайша ол балық пен шайын тәрізділерді аулайтын. Олар тасты аралдарда қалың колония құрып, ұя салатын. Аналығы маусына бар болған бір рет қана жұмыртқа салған. Жұмыртқалары ірі, 13 см-ге дейін жеткен және ерекше дақты өрнектермен көзге түскен. Төмен өнімділікпен белгілі бір аймақта шоғырлануы бұл түрді әлсіз етті. Адамдар гагарканы ерте заманнан-ақ пайдаланды. Етін мен майын тағамға, ал мамығы мен қауырсын төсенішіне, киім үшін қолданды. Солтүстік Атлантикаға европалық теңізшілер келе бастағанда гагаркаға жаппай аңшылық басталды. Мыңдаған құстарды қырып, жұмыртқаларын да орасан көлемде жинады. 15 ғасырда олардың саны күрт азайды. 18 ғасырда түр толық жойылып кете жаздады. Соңғы колониялары Исландия маңында сақталды. 1844 жылдың маусымында Элди аралында бұл түрдің соңғы екі дарағы өлтірілді. Осыдан кейін қанатсыз гагарка біржолата жойылды. Көшпелі көгершін. Көшпелі көгершін көгершіндер тұқымдасына жататын құс. Ол бір кездері солтүстік Американы мекендеген. Оның таралу аймағы ұлы көлдерден және Атлант жағалауынан бастап орталық батыстық прериялар мен ормандарына дейін созылған. Бұл құстар салыстырмалы түрде ірі болды. Дене ұзындығы 40 см-ге дейін, салмағы шамамен 300 грамм. Аталығының арқа қауырсыны көгілдір сұр, ал кеудесі қызғылт қоңыр түсті болған. Аналығының түсі солғын, қарапайымдау еді. Бұл түрдің басты ерекшелігі таңғаларлықтай көптілігінде. 19 ғасырдың басында көшпелі көгершін дүние жүзіндегі ең көп санды құс деп саналды. Ғалымдардың пайымдауынша олардың саны миллиардтаған дарға жеткен. Ұшып бара жатқан тобы аспанды бірнеше шақырымға дейін жауып, сағаттар бойы созылған. Замандастары олардың ұшып өткен кездегі шуын найзағайдың күркірімен салыстырған. Көгершіндер негізінен тұқымдармен, жаңғақтармен, жидектермен және емен жаңғағымен қоректенген. Олар солтүстік Америкалық ормандардың экожүйесіндегі үлкен рөл атқарған. Көптеген өсімдіктердің тұқымын таратқан. Алайда европалық қоныстанушылар келген соң түрге жойқын қауіп төнді. Көгершіндерді ет үшін жаппай қырып, нарықта орасан көп мөлшерде сатқан. Сондай қауырсындары үшін де аулаған. Бір маусымда жүздеген мың құсты өлтірген жағдайлар болған. Бұған қоса олардың басты мекені ормандардың жойылуы. Популяцияны күрт қысқартты. 19 ғасырдың ортасына қарай көшпелі көгершіндердің саны күрт азайды. 1870 жылдары алып топтар жоғалып, ғасырдың соңына қарай тек аз ғана колониялар қалды. Соңғы жабайы дара 1901 жылы атып өлтірілді. Ал соңғы көгершін Марта атты ұрғашысы 1814 жылы 1 қыркүйекте Синсиннати саябағында өлді. Осылайша бір кездері жер бетіндегі ең көп таралған құстың тарихы аяқталды. Адамзат оны небәрі бірнеше онжылдықтың ішінде толық жойып жіберді. Каролиндік тотықұс. Каролиндік тотықұс ақш-та өмір сүрген жалғыз тотықұстың түрі еді. Оның таралу аймағы солтүстік Америкадан шығыс және орталық бөліктерін қамтыды. Флорида мен Луизианадан бастап ұлы көлдерге дейін. Бұл шамамен 30 см ұзындықтағы шағын құс болған. Оның қауырсыны өте әсем еді. Денесі жасыл, мойны сары, ал басы ашық қызғылт сары түсті. Каролиндік тотықұстар топ болып өмір сүрген. Қатты дыбыс шығарып, көбіне орман мен батпақ маңында қоныстанған. Олар дәндермен, жемістермен қоректеніп, басқа жануарлар үшін ұлы болып саналатын кейбір өсімдіктердің тұқымын да жеген. Америкаға еуропалықтар келген алғашқы жылдардан бастап бұл құсқа аңшылық басталды. Тотықұстарды олардың ашық түсті қауырсындары үшін қырып, оларды сәндік бас киімдер мен киімдерді әшекейлеуге пайдаланды. Сонымен қатар шаруалар оларды зиянкес деп санап, егін мен жеміс бақтарына шығыны үшін жаппай жойған. Бұл құстардың ерекше мінез-құлқы олардың жойылуына себеп болды. Себебі егер де олардың тобындағы біреу оққа ұшатын болса, оның денесін алу үшін міндетті түрде бауырлары қайтып оралатын болған. Осы ерекшелігінің арқасында кейде адамдар бір топты толық атып алатын болған. 19 ғасырдың соңына қарай олардың саны күрт азайды. Каролиндік тотықұстарды тұтқында өсіру әрекеттері сәтсіз болды. Олар зообақта мүлде көбеймеді десек те болады. Соңғы жабайы дара 1904 жылы Флоридада өлтірілді. Ал соңғы тотықұс Инкос атты тотықұс 1838 жылы Цинциннати зообағында өлді. Айта кетерлігі, Инкос қаза тапқан торда 4 жыл бұрын көшпелі көгершін Марта қаза тапқан болатын. Бүгінге осы. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.